сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, әріптестер. Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі Жамбыл Жабаевтың туғанына биыл 175 жыл толуына орай Жамбыл халық жыршысы атты жыр сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл тауы етегінде, қазіргі Алматы облысының Жамбыл ауданында дүниеге келген. Еркін және тентек болып өскен ол қобыз бен домбыра тартуды анасы ұлданнан үйренді. Тым ерте өзінің поэзияға деген қызығушылығын сезінді. Бала кезінен Қобыланды, Алпамыс эпостарынан Қырғыздың Манас эпосын, Рүстем туралы аңыз, Көроғлы шығармаларын, үзінділерін орындады. Айтысқа қатысқан Жамбыл жас кезінен 16-17 жасынан кең танымал болды. Жас ақын өзінің суырып салма өнері арқылы қазақ қоғамының өзекті мәселелерін қозғады. Халықтың мұң-мұқтажын жоқтады, сөз етті, заңсыздықты сипаттады, бостандық үшін күресуге шақырды. Жамбылдың әндерінде, оның домбырасының үнінде қазақ халқының шынайы даусы естілді. Ол халық туралы тек халық үшін ән салды. Жамбыл шығармалары әлем халықтарының көптеген тілдерінде аударылып, КСРО-да, шетелдерде, үлкен басылымдарда жарық көрді. Жамбыл Жабаевтың ақындық мұрасы қазақ халқының рухани қазынасының алтын қорына енгізілді. Жамбыл біздің дәуіріміздің ең жарқын, ең дарынды әншісі деп жазды. Ол туралы қазақтың белгілі жазушысы Мұхтар Әуезов. Ұлы отан соғысы кезеңіндегі поэзияда Жамбыл Жабаевтың отанды қорғау және халықтар достығы тақырыбындағы шығармалары басты орын алды. Ол 4 жыл бойы сарбаздар, гвардияшылар, Мәскеу мен Ленинград қалалары туралы шығармаларын тарту етіп отырды. Ленинградтық өренім өлеңі бүкіл әлемге таралды. Осы туындылардың көпшілігі патриоттық поэзияның нағыз жауһары болды. Жамбыл Жабаев 1945 жылы 22 маусымда 99 жасында қайтыс болды. Қазақстанның көптеген қалаларында және ТМД елдерінде ақынның құрметіне көшелерге, мектептерге оның есімі беріліп, мүсіндері мен ескерткіштері орнатылды.